филология факультеті бұл образға сүйенгенде, журналистика бұл фактіге сүйенген. Оқырманның көңілінде бірінші ақпараттың салқын қалады бәрібір. Біздің сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы Қазақ университеті газетінің бас редакторы, Заң газетінің бас редакторы, Қазақ әдебиеті газеті бас редакторы орынбасары қызметтерін атқарып, теория мен тәжірибені ұштастырған ұстаз, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің аға оқытушысы Бекжан Әшірбаев. Студияға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Айтыңызшы, журналистикадағы қызмет жолыңыз қалай басталды? Журналистикадағы қызмет жолымыз студенттерге де айтамыз ғой, бізде оқу практикасы, өндірістік практика дегендер болады. Менің ең бірінші журналистік өмір жолым аудандық газеттен басталған. Бірінші курста өндірістік практиканы аудандық газетте өттім кәдімгі. Бір айдың көлемінде ауылда. Әлі есімде, сол кезде қазіргі ұлт ақыны Мұхтар Шаханов 50 жасқа толып жатты. Соған жаңағы ауданда үлкен мерейтойы аталып өтті республикалық көлемде. Сол кезде мені редакцияның тілшісі ретінде сол шараны жазуды жіберді. Бірінші рет сол шарадан журналистік репортаж жасағам. Мен журналистік алғашқы жолым содан басталды. Кейінде балалар газеті ұланда, кейін республикалық ол кезде 300 000 тиражбен тарайтын Жас Алаш газетінде 4-5 курстарда өндірістік тәжірибеден өттім. Жалпы мен студенттерге айтарым, журналистік жолыңызды жалпы газеттен бастасаңыз, сіздің мәтін, сіздің стилистикаңыз қалыптасады. Сол республикалық Жас Алаш газетінде мақалаларым шығып тұрды. Одан кейін менің қазір осы факультетті бір 7 жыл деканы болған, қазір мен ғылыми кеңесшім Сағапбек Медеубекұлының тұсында, ол кісі Қазақ университеті газетінің бас редакторы болды да, мені қатардағы тілші қылып алды. Оқуды бітіргеннен кейін. Сол жерде тәжірибе жинадық, сол жерде алғашқы журналистік жазбаларымызды жаздық. Кейін бір 2 жылдан кейін сол газеттің мен бас редакторы болдым. Қазақ университеті газеті бұл келер жылы 75 жыл толғалы отыр газетке. Ол жерде көптеген осы журналистиканың қазіргі мүйізі қарағайдай өкілдері осы газетте шыңдалған, осы газет солардың алғашқы ұстаханасы болған. Мен сол кезде ұжымдағы адамдарға айтамын, Қазақ университеті газеті біздің егемен Қазақстан ғой дейтінмін. Себебі оның факультеттері, облыстар, кафедралары, аудандар ғой деп қалжыңдайтынмын. Бұлай көптеген республикалық газеттерге енді мұғалімдер материалдарын, ақпараттарын шығарады ғой. Бірақ осы университеттің басшылығы ең бірінші сол университеттің газетін қарайды. Сондықтан бұндағы мамандар өздерінің жылт еткен жаңалықтарын, кафедра, факультеттегі жетістіктерін сол газетте көргісі келетін. Сондықтан Қазақ университеті қазір материалдық тұрғыдан, штаттық тұрғыдан өте кәсіби тұрғыдан кеңейіп келе жатыр ғой. Үшінші қабатта орналасқан ректораттағы осы ақпарат және коммуникация департаменті деп аталады ғой қазір. Осы жерде кәсіби мамандар отыр. Сол жерден де тәжірибеден өтуге, сол жерден сыннан өтуге атсалысыңыздар. Ал бала кезіңізде кім болуды армандадыңыз? Бала кезімнен бастап журналист болуды армандадым деп ойлаймын мен. Себебі менің анамның өзі журналистика факультетін бітірген. Менің анамның ғылыми жұмысының жетекшісі қазір әріптес болып жүрген Дандай Ысқақ ағамыз 77 жылы. Оңтүстік Қазақстандағы мақта шаруашылығының жазылуы деген тақырып. Ол кезде Көгөрім бозбала шағы ғой Дандай ағамыздың. Содан басталды, редакция біздің үйдің жанында еді. Сол кезде жаңағы журналистердің, жалпы сол кездегі ақпарат құралдарының күнделікті тыныс-тіршілігімен таныс болдым да мен. Және Союздың кезінде, Совет одағының тұсында журналистиканың пәрменділігі мен тиімділігі деген бар ғой. Аудандық газетке шыққан бір титімдей материалдың өзі ауданның, облыстың көлемінде үлкен резонанс тудыратын. Ол кезде баспасөздің сыны деген нәрсеге басшылық өкілдері өте жауапты қарайтын.
Содан мен мына журналистиканың рөлін, журналистиканың қоғамдық пікірді қозғау салудағы қуат күшін бала кезімнен сезініп өстім деймін. Алғашқы мектеп қабырғасындағы туындыларымда, алғашқы мақалаларымда аудандық газетке, облыстық газетке, балалар баспасөздерінде жарияланып тұрды. Сондықтан мен мектеп қабырғасынан бастап осы журналистикаға, мына мылтықсыз майданның өкілі болуға өзімді дайындадым. Біз қазіргі таңда телезертхана үйірмесі аясында түрлі арналарға бөлініп жаңалықтар дайындаймыз. Мысалы, мен Заң ТВ арнасының тілшісімін. Енді осы тұста сіздің Заң газетінде атқарған журналистік қызметіңіз біз үшін маңызды. Басқа басылымдармен салыстырғанда Заң газетінің жаңағы бас редакторы болу, жалпы тілшісі болу несімен ерекшеленеді? Мына жалпы салалық журналистика деген бар ғой. Соның ішінде мына құқықтық журналистика қазір мына нарықтық заманда өте белең алып келе жатыр. Мысалы, біз Американы, Европаны мысал қылғанда, Америка бұл адвокаттардың елі. Кейін олар айтады, авторлық құқық мұнайдың жаңа түрі дейді. Сіз мына Европада заң үстемдік құрған, Америкада ол заңнан аттап кете алмайсыз. Сондықтан мен өзімнің студенттеріме де, аудиторияма да, мына тренингтерде де айтатыным, біз құқықтық журналистиканы меңгеруіміз керек. Мына нарықтың заманында онсыз болмайды. Мен енді бір қызық айтайын, мен оған дейін қазақ әдебиетінде әдеби басылымда болдым. Менде Азамат KZ деген, мына начнем с понедельника деген газет бар. Соның Азамат KZ, Ел мен жер деген газеттердің бас редакторы болдым. Орыс редакциясында қазақ газет шығатын. Ол жерде бір эмоциямен жазасында, мынау мәселеңді, мына көркем сөзбен, бір әдемі метафорамен жазасында, мен содан кейін мені тағдыр Заң газетіне әкелгеннен кейін мен бір нәрсені түсіндім. Мына Заң газетінде материал жазған кезде, бір материал жазасында, бұның ар жағындағы заңдық тетігін, фактісін іздейсің. Жалпы мына филология факультеті бұл образға сүйенгенде, журналистика бұл фактіге сүйенген. Сіз кәсіби журналист ретінде ең бірінші фактыны, сіз бірінші дерек көзі боласыз. Сондықтан мына құқықтық журналистикаға барғанда, мен мысалы қарамағымда бір 30-40 журналист еді Заң газетінде, мен таңғалатыным. Біз мына журналистердің мына құқықтық саланы меңгергені солай, мына кейбір судьялар, соттар, прокурорлар, бізде Елеусіз Мұратов деген ағамыз болды, әлі көз түрі. Сол кісіні жіберсең, ана судьялары ана кісіні жібермеңші дейтін. Себебі ананың шеберлігі сондай, ана судьяның өзін, ана сол заңның, кодекстің баптарын талқылаған кезде сүріндіріп тастайды да. Заңдарда өзгеріп жатыр ғой. Қазір судья болған адамдар, кезінде 90-шы жылдары бітірген адамдар, 2014-те жаңадан кодекстер қабылданды. Ол көбейту таблицасы сияқты тұрақталып қалған жоқ қой, жаңарып жатыр. Мысалы, сот залына барамыз ғой кейде. Сол жерде де мынандай ноутбуктар тұрады да судьялардың алдында. Ол адамның тағдырын шешіп жатыр ғой. Ол күнге бір кодекс жаңарып жатыр ғой. Сондықтан ол оны күнделікті өзінің заңның баптарын қарап отырмаса, олар адамның тағдырын шешетін кезде өте қиын болады. Сондықтан мен ең баста айтатын нәрсе, мына Заң газетіне барғанда түсінгенім, сіз эмоциямен жазуды тоқтатасыз да, фактімен, заңға сүйеніп, менің мына жазған сөзім қай бапқа қайшы келеді деген нәрсені ойлайтын боласыз. Содан сіз өзіңіздің, кейін мына Заң газетінде отырғанымда мынандай бір фактіні көп көретінмін. Бізде жалпы опрос жасаған кезде, мына респонденттердің 70%-ы әділдік іздеген кезде ақпарат құралдарына жүгінеді екен. Газетке, ақпарат құралына, біреудің жеке блогында проблемасын айтады ғой, қазір де солай болып жатыр. Сонда мынау 20%-і ғибадат орындарына, мешітке, шіркеуге, Алла тағалаға сыйынатта осы проблемамды шешіп бердік. Сонда 10%-і ғана, 10%-і ғана сотқа жүгінеді екен өзінің әділдігін табу үшін. Бізде ол әлемде осылайда, ол қазірде солай. Біз өзіміздің мәселеміз шешу үшін ақпарат құралдарына барғымыз келеді, қоғамдық пікірді тудырғымыз келеді. Сонда мен алдыма келген қарапайым адамдарға айтатым, журналистика бұл
құзыретті орган емес. Мен сіздің мәселеңізді сот прокурордың орнында тұрып шешіп бере алмаймын. Бірақ мен сіздің проблемаңызды журналистке тапсырамын да, ол журналистік зерттеу жасайды да, сіздің мәселеңізден біз қоғамдық пікір тудырамыз. Қоғамдық пікір тудырған кезде сіздің ақ-қараңыз шығады. Мен бір ғана мысал айтайын, бір қазақтың үлкен бір ақыны болып қалыптасқан бір осы өзімнің шәкіртім болған бір жігіт бар. Мына қазір қандас деп жүрміз ғой. Сол 6-7 жылдан бері анау қазақстандық өзінің азаматтығын ала алмай жүрді. Алматыда бір, Талдықорғанда бір осылай жүрді. Мен сол мәселені бір журналистке тапсырдым. Ол іс-сапармен Талдықорғанға барды. 1-2 материал бердік. Содан қызық болғаны мына журналистиканың қуаттылығы. Сол мәселені сөз бұйдаға салып, сергелденге салған 2 адам жұмысынан босап, біреуі сол ісіне салғырт қарағаннан кейін үстінен іс қозғалып, жұмысынан қысқарып қалды. Бұл журналистиканың құзыреті жоқ дегенмен, оның қоғамдық пікірдің қаншалықты қуаты бар екенін білесіз да. Дәл осы жерде сіз өзіңізде жауапкершілігіңізді арттырасыз. Мен фактыны анық сөйлейін. Дұрыс па? Қазір өзі мына журналистика дегенде әлемде температура өте үлкен болып кетті ғой, ыстық болып кетті. Қазір мына Украина мен Россияның арасында, мына Израиль мен Хамастың арасында текетірестер болып жатыр ғой. Осы кезде мына біз журналистика факты дегенмен тағы да оның бір қыры шыққан сияқты. Ол ықпал деген нәрсе. Ол журналистика ықпал болудан бұрын, мына факты болудан бұрын ол ықпалға айналды. Өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой да. Мысалы мына орыста мына пропагандалық журналистика деген алға шығып кетті да. Оларды мына Пивоваров деген тележурналист айтады, пропагандамен ақмақтар айналыспайды дейді. Пропаганда ақмақтарға арналады дейді. Осы сөзді түсініңіздерші. Онымен пропаганда жасау үшін сіз ақмақ болмайсыз ғой. Ол үшін сіз эрудит болуыңыз керек. Бірақ ол ақмақтарға арналып тұр да. Сол мен өткенде бір пропагандист журналистердің сөзін тыңдап отырсам, сол Соловьевтың сөзі ғой, былай дейді. Біз қазір адамның өмірін тым жоғары бағалап жібердік дейді. Сонда мобилизация демен адамдардың бәрін әскерге шақыру деген проблема тұр ғой. Дұрыс па? Резервтегі адамдар. Сонда пропаганданың күшін қараңызшы. Біз адамның өмірін тым жоғары бағалап жібердік дейді да, соған жұрт иланады ғой. Журналистикалық арқылы иланып жатыр. Бірақ сіз Құранды қарасаңыз, Құранда мынандай аят бар. Бір адамды өлтіру, адамзатты өлтіру дейді. Ал пропагандистің сөзіне ол 180 градус кері болып тұр да. Яғни қазір журналистика мына ықпалы күшейіп бар жатыр. Ол фактыдан бөлек ол ықпал. Сондықтан бұл жерде ең бірінші мына көркем образға, мына әдеби туынды ретінде қарамай, өзіңіздің эссеңізге, аккаунтыңызға, постыңызға ең бірінші факт ретінде сіз бірінші дереккөзсіз. Дұрыс па? Осылай мен мына құқықтық тақырыпқа келгенде бір түсінгенім айтатыным, мына журналистикада мына бірінші ақпараттың салқыны деген бар. Осы нәрсе мен журналистерге жиі айтатынымда, бірінші ақпараттың салқыны. Сіз мысалы бір жалған ақпарат таратып жібердіңіз да, утка дейді ғой журналистикада. Жалған ақпарат таратып жібердіңіз. Ол ақпарат жалған. Оның жалған екенін өзіңіз де біліп тұрсыз да. Бірақ сол ақпараттың жалған екенін келесі газетіңіздің нөмірінде терістеп мақала бердіңіз. Ақпарат құралдары туралы заңда тұр ғой, жалған ақпаратты терістеу керек деген түзету бердіңіз. Бірақ оқырманның көңілінде бірінші ақпараттың салқыны қалады бәрібір. 10 адамның өлгенде бір 3-еуі бірінші ақпаратта да шындық бар ау деген ойда қалады да. Сондықтан журналистикада ең маңызды бірінші ақпараттың салқыны. Сондықтан сіз бірінші дерек көзі ретінде фактыны тексеріңіз. Оған сізде қылмыстық кодексте де 274-ші бап тұр ғой, жалған ақпарат тарату, оған жауапкершілік күшті. Мына құқықтық журналистика осы. Мысалы бізде ақпарат құралдары туралы заңда мынандай нәрсе бар. Оны мысалы көптеген мекеменің адамдары да білмейді. Бізде қазір блоктық журналистика келді ғой, бір мекемеге, мектепке кіріп, біз қоғамдық белсендіміз деп телефонынан есіне түсіре береді. Естеріңізде болсын, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда
материал тұрсын, мына бейне материал тұрсын. Сіз сол ақпаратты беруші адамнан келісім алуыңыз керек. Сізді мен суретке түсірем бе, түсірмеймін бе? Сіздің ақпарат алуға құқыңыз болса, оның ақпаратты бермеуге құқы бар. Осында қазір мына масс-медиа туралы заң талқыланып жатыр ғой парламентте. Оның жетекшісі біздің түлегіміз Жанарбек Әшімжан деген бауырымыз. Масс-медиа туралы заң. Ол жерде бір мәселе қаралып жатыр. Қараңыздаршы. Мына көпшілік тұлға, публичный личность дейді ғой. Мысалы, сіз үлкен бір алаңға бардыңызда, суретке түсірдіңізде, заң бойынша оның бәрінен рұқсат алуыңыз керек қой. Одан бейнесін қабылдайсыз ба, суретін жариялайсыз ба сайтыңызда. Осы жерде шетелдік тәжірибе бойынша мына нәрсе керек те бізге. Сіз өзіңіз публичный тұлға болғаннан кейін, сізге осы заңда осыны кіргізіп қою керек, сізден рұқсат сұрау міндетті ме? Сіз себебі публичный тұлғасыз. Мысалы, Ерболат Досаев публичный тұлға ғой, Алматының әкімі. Болмаса кез келген облыстың әкімі, ауданның әкімі. Олар публичный тұлға ғой. Көпшілікке танымал. Олардың бәрінен рұқсат сұрап отырасыз ба? Онда сіздің материалыңыз қашан жазылып, сайтқа сіздің видеоңыз қашан жүктеледі? Яғни журналистикада осындай проблемалар бар. Құқықтық журналистика бұл өте терең тақырып қой, бірақ құқықтық журналистика бізге өмірімізде керек. Онсыз алға қадам басамайсыздар. Ал біз сізді негізі ақын, композитор ретінде танимыз. Айтыскерлік өнер кімнен дарыды? Менің анам журналист шығармашылық адамы дедім ғой. Мен алғаш 89 жылы айтысқа қатысқан кезімде, мен мына қазіргі айтыстың келлері, арыстаны болып жүрген ең бірінші айтысым Бегар Шойбековпен болған 89 жылы. Сол кезде анам айтып отыратын. Мен осындай ырымдарға сенемді. Бірінші мен шыр етіп дүниеге келген кезде, ең алғаш анамның омырауын емген кезде, мына бір мәдениет және тұрмыс сияқты бір газеттің қиындысын алыпты да, сол өзінің омырауын сүйке жіберіп, осы балам менің шығармашылық адам болсын деп ырымдады дейді. Осы нәрседе бір ықпал болған шығар деймін. Одан кейін мен өз шалдың баласы болдым. Менің атам 3 ағайынды Ұлы Отан соғысына кеткен. Сонда мына Ассы деген жер бар ғой Жамбылда. Сол жерде атты әскерге дайындады дейді бізді. Оқу жаттығу әскери дайындығы ғой. Сонда бір әскерге аттанатын тұста 600 ат қатысқан аттың бәйгесі болып, сода мен бәйгеден екінші келдім дейді. Енді ауылдың қырдың баласы ғой, аттың үстінде өскен. Сол кезде сол майданға аттандыруға, сол кезде ақ тілек айтуға жыр алыбы Жамбыл келді дейді. Сол Жамбылда мен сұрадым дейді. Екінші орын алып тұрған жүлдегер адам ғой, жас бала, 18 жастағы бала ғой атам сол кезде. Маған бата беріңізші деп айттым дейді. Сол кезде Жамбылдың батасын алдым. Сонда есіме қалғаны аман барып сауық айт балам деп домбырамен айтты дейді. Содан енді қазақтың жолы бойынша бата берген адамға бір тиын қыстыру керек қой, бәйгеден алған бір үлкен 3 сомым бар еді дейді. Соны бейтіп, атаға бейтіп ұстатып едім. Жамбыл ата бейтіп, қайтып өзімнің гимнастеркама қыстырды да, әй бала темекі алып жіберсін деп айтты дейді. Ана үлкен ақсақал ғой енді. Сонда 3 ағайынды кетіп, менің атам ғана оралды ғой. Сонда 2 жеңгесін ер жеткізді, өсірді, үлкен қара шаңырақ болдық. Сонда ауылда алғаш ақын болып, айтысқа қатысып, ел жұрт ақын деп танып жатқан кезде атам осы сөзді айтатын. Сонда сені жаңағы менің немереме ақындық қонғаны Жамбыл қарттың арқасы ғой деймін дейді. Мен от судан аман келгенім сол Жамбыл қарияның батасы ғой деймін деп алқалы жиындарда айтып отыратын. Сондықтан ол қазақ өзі сөз қадірі өз қадірім дейтін ел. Сондықтан әр сөзді ойланып, сөздің киесі бар, иесі бар. Мынау сөз деген 30 тістің артында тұрған кезде ол сіздің тұтқыныңызда, оны 30 тісіңізден шыққаннан кейін сіз сөзіңіздің тұтқыны боласыз. Сондықтан болашақ журналистерге айтарым, әр сөзіңізді ойланып сөйлеңіз, екшеп сөйлеңіз. Сіздер өте жауапты мамандықтасыздар. Орыстың Госдумасында 1905 жылы
Гостумасындағы бір адвокат атын ұмытып тұрмын, сол бүйтіп айтады екен, журналистер келе жатады ғой сол кезде. Құрметті сенаторлар, орындарыңыздан тұрыңыздар, мәртебелі журналистер келе жатыр деп айтады екен. Яғни бұл 1905 жылдың өзінде журналистиканың рөлін мына орыс қоғамы, сол кездегі бүкіл әлем солай жоғары бағалаған. Осылай мен айтарым. Ал осы ақындық өнер мен журналистік шеберлігіңізді қалай ұштастырасыз? Енді екеуі де шығармашылық қой. Мынау мен мына нәрсеге түсінбеймін да, мысалы журналистика факультетінде қабылданатын студенттер, мен жылда өз шығармашылық конкурста мүше болам да, бізде мынандай нәрсе бар. Сіздерге шығармашылық конкурс деген бар ғой, жазған мақалаларыңыз, басқа дүниелеріңіз қаралады ғой. Сіз енді 4 жыл бакалаврға түскен кезде, егер сізде шығармашылық қабілет болмаса, оны сізге 4 жылдың ішінде мына журналистика факультетінің оқытушы профессорлары сізді журналист қылып шығара алмайды. Сізде өзіңізде сол дарын болу керек бірінші. Мысалы қараңызшы, мына Сорбонна университеті бар ғой Францияда, соның маңдайшасында бүйтіп жазып қойған екен. Егер Құдай сізге түк бермесе дейді, оны сізге Сорбонна университетті бере алмайды деп. Рас қой. Яғни сізде жазу, сызуға деген қабілет болу керек. Мысалы, Джаконданың анау Монна Лизасы бар ғой? Ол ана Францияның ұлттық мақтаныш қой. Оны ол Франция миллиард долларға сатпайды сізге. Бірақ сол Джаконданың көшірмесін кез келген жатақхананың фойесіне бір маляр келіп, бір 40-50 мың теңгеге салып беруі мүмкін ғой, көшірмесін. Бірақ Джаконданың өзін сала алмайды ғой. Копиясын салылады. Дұрыс па? Сондықтан бұл өнер бұл. Сіз Шара Жиенқұлова болу үшін сіз биге деген қабілетіңіз болу керек. Сіз Қастеев болу үшін сурет сала алуыңыз керек. Мен мысалы суретке деген қабілетім жоқ та, мен бір мына жүргенімді 20 жыл оқысам да мен Қастеев бола алмаймын. Менің мысалы жазуға деген қабілетім. Ол кейде мынау шығармашылық деген бұл мамандыққа да қарамайды. Мысалы қазір 65-ке келіп отқан Қасымхан Бегманов, кешегі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Иранғайып Оразбаев, Софы Сматаев, болмаса Олжас Сүлейменов әлемнің ақыны. Бұлардың бәрі журфак, филфакты бітірмеген. Олжас Сүлейменов, мысалы, осы Казгудың география факультетін бітірген. Геолог ол. Қасымхан Бегманов тау-кен мамандығын бітірген, политехтің. Ана Софы Сматаев та солай. Бірақ бұлар кейін өздерінің шығармашылық адам екенін білген да. Мысалы, орыстың ең атақты тележурналисті бар ғой, Познер. Познердің мамандығы биолог. Бірақ бұл нәрседе ол әуел баста мамандық таңдаудан қателескен да. Ол жаратылысында журналист қой. Бірақ оған кезінде дұрыс кеңес бермеді адамдар. Дұрыс па? Сондықтан мен айтарым, мамандық таңдаудан қателеспеңіздер. Ол журналистика болсын, ақындық болсын, бұл шығармашылық мамандық. Шығармашылық мамандықта ана Сорбонна университетінде жазып қойғандай, ол Құдай өзіңізге бірдеңе беру керек бірінші. Некрасов айтатын 1% талант, 99% еңбек деген сияқты, сіз журфакқа келіп 99% еңбектеніңіз, сізде 1% талант бар ғой. Сол 1% талантың жоқ болса, ол қиын болады. Түсініңіздер? Осылай? Болашақта заң тақырыбында қалам тербеймін деген журналистерге қандай кеңес бересіз? Ол енді мына журналистиканың негізі салалық бағыттарын дамыту керек та. Кез келген адамды барып заңгер, болмаса экономист қылуға болмайды. Мысалы бізде экономика тақырыбында теңге мониторинг деген газет бар. Қазақ газеттерінің құрамында. Заң газеті бар. Мысалы мәдениет тақырыбында газеттер бар. Адам өзі соған бейім болады. Біреу мәдениет тақырыбын қаузай алады. Біреу заң тақырыбын қаузай. Мысалы мен заң газетінде отырғанда баған сөзге тиек еткен тіліме Елеусіз Мұратов деген ағамыз. Ол кезінде прокуратураның газетінде, заң медиа журналында, ол 35-40 жылын осы салаға арнаған. Ол енді
бірден осыған келе салмағанда, ол да басында Жұлдыз журналында, Жалын журналында қызмет етті. Ол да мысалы детектив жанрында әңгімелер жазып, повестер жазып, кітаптар шығарып жүрген адам ғой. Ол уақыт өте келе осы тақырыпқа бейім екен. Ол сізге тәжірибемен келеді. Ол сіз қазірден анықтаңыз, сіз қай салаға бейімсіз. Сізге тапсырма бергеннен сіз заң саласына кетіп қала алмайсыз. Бірақ сіз белгілі бір дәрежеде құқықтық саланы білу керек екенін біліңіз. Өзіңізге қатысты нәрселерді біліп алыңыз. Мысалы, бағандегі біз айтқан журналистиканың 158-ші бабы журналистің кәсіби білігіне кедергі келтіру заңмен қудаланады. 274-ші бап. Осындай ең негізгі мәселелерді біліп алыңыз. Жазға авторлық құқықты біліп алыңыз. Мысалы, бізде плагиаттық туралы заң бар ғой қылмыстық кодексте. Бірақ шынымызды айтайық, кейде СРСП бірдеңе дайындаған кезде бет алды көшіре береміз ғой. Ол Қазақстанда 132 жоғары оқу орны бар, сол жердегі студенттің бәрі плагиатқа барады. Егер оны тергеп тексерсең, қиын болады. Мен мынандай бір қызық оқыған білем. Мәмбет Қойгелдиев алаштанушы. 94-ші жылма ол кісінің Алаш қозғалысы деген кітап шыққан. Оның докторлық тақырыбы 20 ғасыр басындағы ұлттық интеллигенция. Сол бертінде өзінің сол монографиясын мемлекеттік тапсырыспен шығарайын деген ғой. Сөйтсе антиплагиаттан өтпейді. Сөйтсе студент бірдеңе деген сайттар бар ғой. Солардың бәрінде реферат нелер сатады ғой, солардың бәрі авторлық құқықты бұзып, міне адам өзінің авторлық құқықты білмеу. Ананы оң сол тарата береді, оны маркетинг менеджмент қылып жібергенде, ал анау 70-тен асқан тарихтың корифейі, ол өзі мойындатуға тура келгенде, бұл менің зерттеу еңбегім ғой. Бұл менің ең негізгі өмірдегі жұмысым ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз болашақта әр қайсымыз, мына нарықтық заман солай. Нарықтық заманда сіз заңның баптарын білмей бір адым алға аттай алмайсыз. Сондықтан ол әр адамның өзінің, оны бізге оқытпайды ғой деп айтпау керек, оны сіз өзіңіз оқуыңыз керек. Мен студенттерге айтатыным, журналистика факультеті сізге үйретпейді, журналистика факультетінен үйренуіңіз керек. Осын түсініңіздер. Мен осы журфакқа келдім да, журфак маған адан яға дейін үйретіп тастайды деген нәрсе болмайды. Студент деген сөздің түбірінің өзі өз бетінше ізденуші деген сөз ғой. Сізге ұстазыңыз бағыт бағдар береді, дұрыс. Дұрыс па? Мына нәрсені оқы, мына нәрсені оқыма. Сіз қай кезде эрудит бола бастайсыз, қай нәрсені оқымау керек екенін білгенде, сіз ақылды бола бастайсыз. Қазір өзі информация көбейіп кеткен заманға, қолдарыңызда гаджет бар, дұрыс па? Сіздер өте бізден көрі эрудированный боласыздар, сіздер бізден көрі мобильнысыздар. Бірақ сіздер нені оқу керек, нені оқымау керек деген нәрсені қасиетті машықты айырған кезде сіздерге осы талғам келе бастайды. Сұхбат үшін алғысымыз шексіз, шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет, сіздерге де сәттілік, оқуларыңызда табысты аяқтаңыздар.